Армысыздар. Көрерменге жаңадан жол тартқалы отырған сыр сұхбат бағдарламасы. Бүгінгі біздің қонағымыз, алғашқы қонағымыз, Түркістан облыстық жастар ресурстық орталығының басшысы Амалбек Өміртайға. Бүгінгі алғашқы шығарылымыз тәуелсіздік күніне орай егеменді Қазақстан және тәуелсіздік жайлы болмақ. Алғашқы сұрағымыз: тәуелсіздік таңбасы таста, қаны қара жердің тамырында жатқан ұлы күн деген тұжырымды ойға келісесіз бе, әлде алып қосарыңыз бар ма? Әрине келісуге болады, себебі бұл тәуелсіздікті ата-бабаларымыз ғасырлар бойы аңсаған, армандаған, осы тәуелсіздік алу жолында, тәуелсіз ел болу жолында өзінің жанын қиып, ақ найзаның күшімен, ақ білектің күшімен осы кең байтақ атырапты қорғаған, аналарымыз да батыр болған, аналарымыз да бала тәрбиесінде осы елдің азаттығы, елдің амандығын басты орынға қойған. Сондықтан бұл тәуелсіздік деген ұғым терең тарихи мәнге ие, ғасырлар бойы аңсап келген асыл қазына. Сондықтан өте маңызды құндылық әрбіріміз үшін. Тәуелсіздік жолында елбасының жасаған елеулі істері жайында айтып өтсеңіз. Тәуелсіз Қазақстанның қандай да бір осы 29 жылдық ғұмырында қандай да бір үлкен жетістігі болса, ол тұңғыш президентіміз елбасы Нұрсұлтан Әбішұлымен өте тығыз байланысты. Тәуелсіз Қазақстан ұғымы мен елбасы ұғымы ол бір-бірінсіз айтылмайтын, бір-бірінсіз миға сыймайтын дүние. Сондықтан мына тәуелсіз Қазақстанның әлемдік қауымдастықта өзінің лайықты орнын алуына, әлемді тәуелсіз мемлекет ретінде әлем елдерін мойындату, өзінің шекарасын шегендеу, жаңа мемлекеттік құрылым құру, жаңа қоғам орнату, еркін ойлайтын тәуелсіз қоғам орнату, міне осы ұлы істердің барлығы елбасымен тікелей байланысты. Осы тәуелсіздік айтулы мерекесінің маңызына тоқталсаңыз, қалай тойлану керек, айтулы мереке қалай өтіліп жатыр біздің елімізде, сол жағын айтып өтсеңіз. Әлемде 200-ге жуық мемлекет бар ғой, сондықтан ол мемлекеттердің көпшілігі өзінің тәуелсіздік мерекесін түрлі жағдайда тойлайды. Енді әлемдік тарихқа көз жүгірсек, колонияда болған мемлекеттер қаншама. Сондықтан азаттықтың, егемендіктің мәнін әртүрлі түсінетін мемлекеттер бар. Бірақ енді жаңағы біздің мәдениетіміз, біздің рухани дініміз, діліміз, оның бәрі сыпайылыққа, үлкен бір терең мәдениеттілікке негізделгеннен кейін біз тәуелсіздік мерекесін сондай бір салмақты түрде, сондай бір сыпайы түрде, сондай бір тұрғыдан тәуелсіздік үшін қуансақ, екінші жағынан осы тәуелсіздіктің келу жолындағы ақтаңдақтарды, батырларды, ақындарды, біздің мына осы тәуелсіздікті жырлаған, тәуелсіздікті мұңдаған терең тарихымызды еске алу күні деп айтсақ та ол ешқандай қателік емес. Одан кейін тәуелсіздік күнінің осы үлкен кеңестік империяның құрамынан бізге осы тәуелсіздіктің алғашқы тәуелсіздікке алғашқы қадамды жасаған желтоқсаншылар да осы 16 желтоқсан күні 86 жылы Алматы қаласында қазіргі тәуелсіздік алаңында жиналған болатын жастарымыз. Міне сол бір қасіретті де қайғылы мұңды күндермен қатар келетін бұл мерекені біздер бір сондай терең күрсініспен, әрі сондай бір болашаққа деген нық сеніммен тойлайтын мереке деп есептеймін. Жаңа өзіңіз айтып өткендей, тәуелсіздікте жастарымыз көтерілмегенде біздің қазіргі еліміз қандай болар еді? Кеңестік империя орнайтын кезде де осы бір үлкен атырапта осы болашақ кеңес одағының құрамына кіретін мемлекеттердің арасында да ең үлкен интеллигенциялық топ мына қазақтардың арасында. Ол біздің алашордашылар, ол біздің мынау үш арыс, бес арыс, үш бәйтерегіміз, мына біздің оқыған азаматтар, ол біздің батыр азаматтар. Сондықтан жаңағы енді олардың бәрі аяусыз қырғынға, қуғын сүргінге ұшырады ғой. Дәл сол сияқты содан кейін бір қазақтың арда азаматтары бәрі
о дүниелік болғаннан кейін бұл қазақтың намысы жігері бір сондай бір тапталғандай болғанмен де бас көтеріп отыратын азаматтар болды. Бірақ соның бір жаңа бір толқыны, соның бір жаңа бір күшке ие толқыны ол біздің мына 86 жылы Алматыда оқып жүрген студент жастар еді. Сол студент жастардың қазақ мемлекетін қазақ азаматы басқарсын деген ұраны, сол кездегі мына кеңестік империяның үлкен дағдарысқа ұшырап, өзін ары қарай тарихи сахнада өмір сүруіне құқысы жоқ екендігін, кеңестік елдер өз тәуелсіздігін жариялау қажеттігін баса айтқан, алғаш болып осы мәселені көтерген. Мынау осы 86 жылғы оқиғадан кейін Кеңес империясының басқа өңірлерінде де осы бір толқулар жалғасқан. Бірақ соның ең алғашқысы ол мына біздің желтоқсан қозғалысы. Желтоқсан оқиғасының болмай қалуы мүмкін емес еді деп есептеймін. Себебі сол кезеңдегі қазақ жастарының көзі ашық, мына болып жатқан саяси мәселелерді, әлеуметтік мәселелерді терең түсінетін сондай азаматтардың кезеңі. Еліміздің халқы тәуелсіздіктен бұрын неге жаңа жылға асығады? Осы мәселеге көзқарасыңыз қандай? Әрине, жаңа тәуелсіздік мерекесі қандай мерекені атап өткен кезде де айтып жатырмыз ғой. Бұл тәуелсіздік мерекесі бұл ұлт үшін ұлық мереке болса да, жаңағы көңілмен, адамның ішкі көңілмен тойланатын мереке. Ал енді жаңа жыл деген бұл бүкіл әлем халықтарына ортақ Григориан күнтізбесі бойынша ескі жылдан жаңа жылға аяқ басу. Сондықтан бұл әсіресе балалар үшін бұл отбасылық мереке. Сол себепті бұл қуаныш сыйлайды. Бәрі 12-ні асыға күтеді. Жаңа жылда сыйлықтар береді. Жаңағы оқушылар үшін бір екінші тоқсан аяқталу, үшінші тоқсан демалысына жаңағы ауысады. Сондықтан осындай сәттер оларға көбірек көңіл күй сыйлайды, қуаныш сыйлайды. Ал енді жаңа жыл тәуелсіздік мерекесінен де ерте тойланады деген мәселе қазір өте бір ел арасында жақсы көтеріліп жүр. Қазіргі таңда Қазақстанның ешқандай өңірінде тәуелсіздік мерекесі тойланып бітпей, ресми алаңдарға шыршалар орнатылмайды. Бірақ осы екі мерекенің арасы бір санаулы күндер, былай қарасақ екі апта. Сондықтан мынадан былай тойланады, мынау былай тойланады деп, одан бір жаңағы саяси мән іздеудің ешқандай үлкен маңыздылығы жоқ. Сол себепті жаңа жыл халқымызға қуаныш сыйласа, тәуелсіздік күні терең тарихымызды ұғынуға, егемендігімізді бағалауға, мына жаңа жылды біздер өте сондай қуанып қарсы алып жүргендігіміз де осы біздің егемендігіміздің барынан, біздің азат ел болған. Егер ертең біреуге бодан болып біреуге қарап отырсақ, бұл кезде жаңа жылдың да ешқандай мәні болмайды. Сондықтан жаңа жылды осылай қуана қарсы алуымыз осы егемендіктің арқасы. Осы еліміздің ел таңбасы, туы, көк туы және әнұрандарының авторлары кімдер, соларды білесіз бе? Иә, енді еліміздің көк жалауы, біздің көк туымыз әлем туларының арасындағы ең бір әдемі ту. Оны әрбір қазақстандық мақтаныш етеді. Тудың авторы Шәкен Ниязбеков. Туымыз енді біз әлемнің қай аймағында жүрсек те, біздің спортсмендер, әншілер Қазақстанның қай аймағында жүрсе де туымызды мақтаныш етіп, ең қастерлі зат екенін көрсетіп жүреді. Бұл біздің қанымызға сіңген, бізге ғана бір сондай жарасатын дүние. Туымыздың тағы бір ерекшелігі, біз мына түркі мемлекеттеріне жатамыз ғой, бірақ соның ішінде мына дініміз мұсылман болса да, кейбір мұсылман мемлекеттер айтады екен, Қазақстан сендер мұсылман мемлекетсіңдер, бірақ сендердің туларың мұсылман мемлекеттің туындай емес, сендердің туларың бір ежелгі көк тәңіршілік, сол көк аспанды, күнді бейнелеу. Күн деген қуат береді ғой, күнсіз ешқандай тіршілік өмір сүре алмайды. Қалықтаған қыран бұл біздің егемендігіміздің, бұл біздің азаттығымыздың белгісі, көк аспанда. Мына ою, қазір біз енді оны ою деп айтып жүрміз ғой, бұл ұрпақ
ұрпақтар сабақтастығы деген мәнді мағынаны білдіретін, атадан балаға жалғасып келе жатқан дүние осындай мәнді білдіретін дүние. Сондықтан біздің жаңағы елтаңбамыздың да терең мәні бар. Елтаңбамыздың авторлары Жандарбек Мәлібеков, Шотаман Уәлиханов азаматтар. Елтаңбамызда да мына жалпы шығыс елдерінде, мұсылман елдерінде ең бір қасиетті сондай ғайыптан пайда болатын қыранды ат дейді. Бұны қазақ пырақ деп атаған. Пырақ бейнеленген, біздің шаңырағымыз бейнеленген. Сондықтан біздің елтаңбамызда біздің бір болмысымызда ұлттық ерекшелігімізді айшықтап тұратын белгі. Енді біздің әнұранымызға келетін болсақ, біздің тәуелсіз Қазақстан алғашқы әнұраны біздің мықты азаматтар, мықты авторлар мен композиторлар Латиф Хамидиев болатын, осындай азаматтар жазған болатын. Бірақ қазіргі әнұранымыз біздің жерлесіміз, атамыз биыл жасы 90-ға толып отырған Шәмші Қалдаяқовтың әні, өзін жазған Мекен Әлімеденов. Сөздерге енді осы әнұран болып қалыптасар кезде сөздерге өзгерістер енгізіп, соны әнұран қалыпқа келтірген елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы. Сондықтан ол біздің мемлекет, тәуелсіз мемлекет болғаннан кейін оның мемлекеттік рәміздері болады. Ол рәміздер біздің рәміз, біздің мақтанышымыз. Латын тіліне көшу қаншалықты дұрыс? Енді бұл да үлкен сұрақ, бірақ жалпы біздер мына бұрын кеңес үкіметінің құрамында болып, біздер кириллицаны солардан алып, солай болды ғой. Бірақ қазақтың жалпы жазба әдебиеті пайда болғалы бері бізде алғашында төте жазу болды, бұрынғы араб жазу, кейіннен бертінде келе қазақ территориясында латын әліпбиі де жүрді. Біздің 20 ғасырдың 30 жылдарынан 40 жылдар аралығында латын әліпбиі болды. Біздің аталарымыз латын әліпбиімен хат алмасты, хат жазды, соғыста жүрді. Одан кейін жаңа кириллица қазіргі осы енді Ахмет Байтұрсынов атамыздың жасап берген, ыңғайлап берген қазақы дыбыстарды салып сәйкестендіріп берген дүниесі. Бірақ енді қазір жастар уже ағылшын тілін жақсы біледі, ағылшын тілін меңгеріп жатыр. Жалпы латын әріптері әлемдегі ағылшын тілінің, итальян, испан, батыстың өркениетті мемлекеттердің тілдерінің барлығының таңбалануы осы латын әліпбиіне сәйкес. Сондықтан латын әліпбиімен таңбаласақ та, кириллицамен таңбаласақ та, қазақтың сөзінің мәні, қазақтың сөз өнері өзгермейді. Қазақ тілінің әдемілігі, сұлулығы одан зардап шекпейді. Бірақ жаңағы осы бір латын қарпіне ауысу кезеңі өте бір сондай ойластырылған, жоспарланған түрде болуы қажет. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлының қандай фильмдерін, кітаптарын білесіз? Елбасының көптеген осы тәуелсіз Қазақстан қалыптасуы бойынша көптеген еңбектері бар, кітаптары бар. Елбасы туралы фильмдер де жеткілікті. Елбасы туралы жазылған кітаптар да өте көп. Мен соның ішінде мына лидер дейді, көшбасшының жолы 3 жаңағы сериядан тұратын елбасымыз туралы, балалық шағымның аспаны, одан кейін мына отты, огненная река деп аталады, отты өзен деп айтсақ болады. Одан кейінгісі жаңағы қалыптасу, жаңағы күрескер кезең. Сол осы елбасының бала күнінен бастап осы ел билігін қолына алып, ұлт көшбасшысы атанған кезеңге дейінгі аралықты суреттеген тамаша фильмді өзім өте жақсы көремін. Сіздің ел алдындағы мақсатыңыз, арманыңыз қандай? Болашақ Қазақстанды қалай елестетесіз? Енді әрбір қазақ азаматы ретінде адам өзінің бірінші жақындарына, отбасына қамқорлық жасау керек. Отбасына, жақындарына қамқорлық жасаған адам ол мемлекетке де қамқорлық жасаған. Бала тәрбиесінде сондай бір ықпал болды. Біз кішкентайдан атаңның баласы болма, адамның баласы бол деп олай өсіреді ғой баланы. Сондықтан мемлекетіме қандай
жақсылық жасаймын. Осы қазақ ұлтының баюына, қазақ ұлтының қуатты болуына, қазақ ұлтының бәсекеге қабілетті болуына мен үлесімді қалай қосамын деген сияқты бір сондай балалық арман, отансүйгіштік, бір сондай дүниелер қатты әсер етеді кішкентай күннен. Сондықтан ойлаймын, осы еліміздің бір тұтқасын, еліміздің бір жыртығын жамауға жарайтын азамат болсақ та, ол үлкен жетістік деп. Сұхбат бергеніңізге рахмет. Сіздей білікті басшымен тілдескенім мен үшін үлкен құрмет. Сау болыңыз. Сізге де үлкен рахмет. Барлық істеріңізге сәттілік тілеймін.